бір сәт ойланып көрші. Сен қазір маған не жетіспей тұр деп ойлайсың? Ақша ма? Махаббат па? Мақсат па? Шын мәнінде ештеңе жетіспей тұрмаған шығар. Өйткені бәрі дәл осы сәтте бар. Бұл сәт саған берілген ең шынайы өмір. Сәлем достар. Бүгін біз Экхарт Толленың «Қазірдің күші» атты кітабын талқылаймыз. Бұл кітаптағы идеялар қарапайым болып көрінуі мүмкін, бірақ олардың қарапайымдылығына алданып, үстірт қарап өтпеңіз. Олар жеңіл көрінеді, бірақ өте терең мәнге ие. «Қазірдің күші» кітабы қысқаша бейнероликке сыймайтын, терең ойды қажет ететін еңбектердің бірі. Сондықтан тыңдар алдында санаңызды ашық ұстаңыз. Кітаптағы идеялар алғашында қарсы сезім тудыруы мүмкін, бірақ пікір мен болжамдарыңызды біразға қоя тұрып, мүмкіндіктер жайлы ойлаңыз. Бастамас бұрын арнаға жазыл, лайк бас, пікір қалды. Бұл арнаның дамуына үлкен үлес қосады. Ал енді кеттік. Бүгін мен 3 негізгі ұғымға тоқталамын. Бірінші, сен өз ойың емесің. Екінші, бізде бар жалғыз сәт, қазіргі сәт. Үшінші, бар нәрсені қабылдау. Кітапта бұдан да көп сабақ бар, бірақ бүгін осы үшеуін ғана талқылайық. Егер ұнаса, пікірде жазыңыз, екінші бөлімінде жасаймыз. Бірінші сабақ, сен өз ойың емесің. Бұл өте батыл тұжырым. Адамзаттың басты мәселесі сананың өзінде. Ой, бұл керемет құрал, бірақ біз сол құралмен өзімізді шатастырып алдық. Құрал иесін билеп алды. Біз ойымызды өзіміз деп қабылдаймыз. Бірақ біз одан әлдеқайда терең нәрсеміз. Мойындаңызшы, санаңыз үнемі сөйлеп тұрады ғой. Ішкі даусыңыз салыстырады, сынайды, уайымдайды, болашақты болжайды. Егер болашақ туралы ойламасаңыз, өткен сәттерді қайта айналдырып, ойша талдайсыз. Біздің ойларымыз амалсыз әдетке айналған. Көпшілігіміз мұны байқамаймыз. Біз автоматты күйде өмір сүреміз, ішімізден сөйлеп, сол ойлармен өмірімізді басқартамыз. Кітаптың басында Толле сұрайды. Сен өз санаңнан қалауыңша босай аласың ба? Ойдың өшіру батырмасын таптың ба? Тек қана бола аласың ба ойсыз? Егер жауабың жоқ болса, онда сен санаңмен толықтай бірігіп кеткенсің. Сананың иесі сен емес, сен оның құлысың. Енді бір сәт ойланып көр. Егер сен өз ойыңды бақылай алсаң, онда сен ой емессің ғой. Демек, сен әлдеқайда жоғары деңгейдегі сана. Мұны түсінудің кілті байқау мен қырағылық. Басыңдағы ойды тыңда. Оған бағынбай, сырттан қара. Өз ойыңмен өзіңнің араңа кішкене арақашықтық жаса. Бұл оңай емес, сана үнемі өз ағынымен сені тартып әкетеді. Бірақ өзіңді ұстап алып, тек бақылауға тырыс. Мұны ойын сияқты қабылда, зертханада бір құбылысты бақылағандай. Біраз уақыттан соң ойларыңның қайталанып келе беретінін байқайсың. Сол сәтте сен бақылаушыға айналасың, ойдың иесі емес, куәгері боласың. Күн бойы санаңды бейтарап тыңдап көр. Бір сәттерде өзіңді ойлаушы емес, бақылаушы ретінде сезіне бастайсың. Міне сол кезде сен шынайы санаға жақындайсың. Уақыт өте келе, ойлар мен ойлардың арасында тыныштық пайда болады. Толле мұны санасыздық сәті немесе no-mind деп атайды. Алғашында бұл үзілістер қысқа, кейін ұзарта бастайды. Бұл транс күйі емес. Керісінше, бұл кезде сен бұрынғыдан да сергек, тірі, ояу және дәл осы сәтте өмір сүресің. Ессіздік күйіне, no-mind, жетудің тағы бір жолы назарыңды қазіргі сәтке аудару. Өзің тұрған сәтті толық сезінуге тырыс. Осылай істегенде сенің назарың ойлардан алыстап, қазірге ауысады. Сен қырағысың, ояусың, бірақ ойлап тұрған жоқсың. Мұны күннің кез келген уақытында жасауға болады. Кезекте тұрғанда немесе бағдаршамда күтіп тұрған сәтте. Сол мезетке бар санаңмен назар аудар. Ойды босат, дүниені санаңның сүзгісінсіз көріп үйрен. Заттарды бағаламай, ат қоймай, жай ғана байқа. Басында бұл өте қиын болуы мүмкін. Бірақ берілме жаттыға келесен, ойсыздықтың no-mind бір сәтін сезесің. Бұл ұғымды алғаш естіп тұрғандарға түсініксіз болуы мүмкін. Сондықтан келесіге өтер алдында Экхарт Толленің бірнеше сөзін еске түсірейік. Ағартушылыққа апарар ең маңызды қадам. Сананы оймен теңестіруді тоқтату. Сен ойлар арасындағы азғантай үзіліс жасаған сайын сананың жарығы күшейе түседі. Қабылдау мен ой арасындағы уақыт аралығы ұлғайған сайын сенің адам ретіндегі тереңдігің артады. Яғни сен соғұрлым саналы боласың. Сенің назарың дәл осы сәтке бұрылғанда ішіңде тыныштық пен бейбіт күй орнайды. Сен болашақтан қанағат пен қуаныш іздемейсің. Құтқарылуды одан күтпейсің. Бір күні өз ойыңдағы дауысты байқап, оған күлімсіреп қараған сәтте сен сана мазмұнын бұрынғыдай байыппен қабылдамайсың. Өйткені енді сенің мен сезімің соған тәуелді емес.
Көпшілігімізде ақыл-ой тепе-теңдігін жоғалтқан. Ойлау әдеті тәуелділікке айналған. Одан шығудың жалғыз жолы шындықты түсіну. Сен өз ойларың емесің. Ой тек құрал ғана, қажет кезде қолданылатын аспап. Мақсат қоюға, жоспар құруға болады. Бірақ сен түсінесің, болашақта сені құтқаратын немесе бақытты ететін ештеңе жоқ. Саған болашақ қажет емес. Сен қазір бар болудың өзінен бақыт табасың. Екінші сабақ, қазіргі сәт бізде бар жалғыз нәрсе. Сондықтан дәл қазір өмір сүр. Бұрын айтқанымыздай, адамның ойы үнемі өткенмен болашаққа байланған. Біз өте сирек қазіргі мезетте боламыз. Мақсат осы сәтке көбірек тамыр жаю. Иә, болашақ туралы ойлау, жоспарлау қажет. Бірақ шындық мынада. Біздің ойымыздың 90% қайталанатын, пайдасыз және көбіне теріс ойлар. Маған сенбей-ақ қой, жай ғана 10 минут өз ойыңды тыңдап көр. Сананың не айтып тұрғанын бақыла. Мен мұны алғаш істегенде миымның үнемі бір сарынды, мағынасыз қайталанатын ойлар легін тудыратынын байқадым. Құдды бір тоқтамайтын кассетадай. Егер қазір мен ондай емеспін деп ренжіп отырсаң, бұл сенің эгоңның сөзі. Өйткені сен өз ойларыңда эгоңда емесің. Толи айтады, сенің жолыңда шын мәнінде бар нәрсе. Қазір жасап тұрған қадамың сыртқы мақсаттар мен жоспарлар болуы мүмкін. Бірақ олар санаңды соншалықты жаулап алмауы тиіс. Өйткені шынайы өмір дәл осы сәтте өтіп жатыр. Қазірден басқа ештеңе жоқ. Сенің ойың үнемі қазірден қашуға тырысады. Өйткені оның күші бұл сәтте жоқ. Ол өткен мен болашақ арқылы ғана өмір сүреді. Естелік пен үміт арқылы. Сондықтан ол қазірден жасырынуға тырысады. Өткенге қарап өз тарихын құрады. Немесе болашақта бір құтқарылуды іздейді. Толи былай дейді. Уақыт пен ой ажырамас егіздер. Қазірге назар аударған сәтте уақыт жоғалады. Сөйтіп ой артқа шегінеді. Ойыңның үнемі өткенмен болашаққа қашатынын байқа. Сен өзіңнің осы сәтте еместігіңді түсінген мезет. Сен қазірге ораласың. Сол сәтті бақылағаныңда сен енді оның тұтқынында болмайсың. Толи айтқандай үнсіз бақылаушы бол. Өткенмен болашаққа тым көп назар аударған сайын сен қазірді соғұрлым аз сезесің. Тағы бір маңызды нәрсе. Сен әрқашан осы сәтпен күресе аласың. Қазіргі мезетте бәрі әдетте жақсы. Және не келсе де, сен оны сол сәтте еңсере аласың. Бірақ сен болашаққа кіріп кетіп, егер олай болса ше, немесе солай істеуім керек еді деп ойлай бастағанда, міне сол кезде стресс пен уайым пайда болады. Олар дәл осы қазірден қашқан сәттің нәтижесі. Өзіңнен сұра. Осы сәтте не жетіспейді? Шынымен ойланып көр. Жауабы ештеңе. Барлық қалаулар, өкініштер мен мазасыздықтар ақылдың өткенмен болашаққа байланып қалуынан туындайды. Сен болашақпен күресе алмайсың, себебі ол тек ойыңның елесі, ол шындық емес. Қазірден басқа уақыт бар ма өзі? Жоқ. Өткенді немесе болашақты ойлаған сәттің өзінде сен оны дәл осы сәтте жасап тұрсың. Егер бізде бар жалғыз уақыт осы сәт болса, онда неге біз осы сәтте толық бола алмаймыз? Күнделікті өміріміздің басты назары дәл осы қазірге бағытталуы тиіс. Әрине, өткенге оралуға немесе болашақты жоспарлауға болады. Бірақ негізгі назар қазірде болуы керек. Егер қазір емес болса, қашан? Экхарт Толле айтады. Сен ешқашан қазірдің сыртында бір нәрсе сездің бе? Бір нәрсені жасадың ба, ойладың ба, бастан өткердің бе, осы сәттен тыс? Болуы мүмкін бе өзі? Жауабы анық, ештеңе ешқашан өткенде болған жоқ, болашақта да болмайды. Бәрі тек қазір жүреді. Естелік дегеніміз бұрынғы қазірдің ізі ғана. Оны сен осы қазірде еске алып отырсың. Осы сәтте, дәл қазір сенде бір мәселе бар ма? Ертең емес, жарты сағаттан кейін емес, дәл қазір. Толле былай дейді. Сезім мүшелеріңді толық пайдалан. Қай жерде болсаң, сол жерде бол. Айналаңа қара, тек қара. Баға берме. Тек жарық пен пішінді, түстер мен құрылымды көр. Әр нәрсенің үнсіз болмысына мән бер. Барлық нәрсеге мүмкіндік беретін кеңістікке назар аудар. Мақсат қойып, соған қарай қадам бассаң, сен уақытты пайдаланудасың. Бірақ ең бастысы, дәл қазір жасап жатқан қадамыңа бар назарыңды аудар. Болашақ көбіне өткеннің көшірмесі. Нағыз өзгеріс сирек болады. Ол тек сен қазірдің күшіне ене алған сәтте ғана мүмкін. Үшінші сабақ, бар нәрсені қабылдау. Қазірге толық енген кезде сен оны толық қабылдауың керек. Қарсыласуға жол берме.
Кейде біз ойлаймыз, мені қиналтып тұрған жағдайдың өзі. Бірақ шын мәнінде сені қинайтыны оған деген қарсылық. Сәтті дәл қазіргідей қабылда. Қарсыласқан сайын өзіңе азап тудырасың. Болған нәрсе мен сенің оны қалай болғың келетіні арасындағы алшақтықта. Сол жерде азап пайда болады. Алғашқы қадам сезіну. Ойын қалай бағалайтынын, қалай қарсылық тудыратынын байқа. Уақыт өте келе бұл жеңілдейді. Сен ойыңды сырттай бақылай аласың. Ол саған билік жүргізе алмайды. Содан кейін сен осы сәтті бола беруге рұқсат етесің. Қарсы күреспей, бірге ағасың. Қабылда, содан соң әрекет ет. Ешкім жаман жағдаймен келісе бер демей. Жоқ деуге де, кетіп қалуға да болады. Тек сабырмен реакциясыз жаса. Ол сана арқылы туған жоқ болсын, ашудан емес. Сәтті өзің таңдағандай қабылда. Кейін қажет болса әрекет ет. Толе мұны қазірге берілу дейді. Берілудің мәні ішкі қарсылықты. Ақыл мен эмоцияның бұлқынуын босату. Бірақ бұл берілу жеңіс емес. Бұл өмірдің ағымына қарсы тұрмау. Экхарт былай дейді. Шынайы берілу өз жағдайыңмен үндес болу. Ол ештеңе істемеу деген сөз емес. Ол өмірдің ағысына қарсы емес, сонымен бірге ағу дегенді білдіреді. Өмірдің ағымын сезіне алатын жалғыз орын осы сәт қазір. Сондықтан берілу дегеніміз осы сәтті еш шартсыз, еш қарсылықсыз қабылдау. Қарсылық бар екенін мойындаған сәттен бастап, сен оны санаңа шығарасың, енді сен бейсаналы түрде емес, саналы түрде әрекет етесің. Содан кейін өзіңнен сұра, мен бұл жағдайды өзгерте алам ба? Жақсарта алам ба? Әлде бұл жерден кетуім керек пе? Және болашақтағы жүз емес, дәл қазір істей алатын бір нақты әрекетті жаса. Толе айтқандай, біз қарсы шығатын сыртқы жағдайлар көбіне дәл осы қабылдау арқылы өздігінен өзгереді немесе еріп кетеді. Бұл адам мен жағдайды түбегейлі өзгертетін күш. Ал егер жағдай бірден өзгермесе де, қазірді қабылдау сені оның үстіне көтереді. Қалай болғанда да сен еркінсің. Егер беріле алмай жатсаң, онда бірден әрекет ет. Айтқың келсе айт. Өзгеріс жаса немесе бұл жағдайдан кет. Өміріңе жауапкершілік ал. Экхарт Толе былай дейді. Берілу сыртқы жағдайды өзгертпейді, ол сені өзгертеді. Ал сен өзгерсең, сенің әлемің де өзгереді. Өйткені әлем сенің ішкі халіңнің айнасы. Өмір айна секілді. Егер сен айнадан өзіңе ұнамайтын нәрсе көрсең, оны сындырасың ба? Әрине жоқ. Өйткені сен өзіңе қарсы шығасың. Айнаға дос бол, сонда ол да саған достықпен жауап береді. Шын мәнінде өмірде мәселе жоқ, тек жағдайлар бар. Олармен қазір айналысуға болады, немесе оларды қабылдап, өз ағымында қалдыруға болады. Өзіңді бақылап көр. Шағымданып жатсың ба, сөзбен бе, оймен бе? Шағымданған сәтте сен барды қабылдамайсың. Сен өзіңді құрбан етіп қоясың. Толе былай дейді. Берілу кезінде қабылдауың керек нәрсе бүкіл жағдай емес, тек осы кішкентай сәт қазір. Ішкі қарсылық сені өзіңнен, адамдардан және әлемнен бөліп тастайды. Ал эго дәл осы бөліктенуден қуат алады. Берілу сені адамдарға жақындатады. Өйткені сен барды қабылдаған кезде, адамдарды да қабылдайсың. Енді сен бағаламайсың, сынамайсың, жек көрмейсің, өзгерткің келмей. Реніш, ашу немесе мұң келсе, сен оларды соқыр күйде сыртқа шығармайсың, керісінше байқайсың, және олар сені билей алмайды. Ішкі әлемің дұрыс болса, сыртқы әлемде реттеледі. Негізгі шындық ішіңде, ал сыртқысы тек оның көрінісі. Егер сен осы сәтті өзгерте алмасаң немесе кету мүмкіндігің болмаса, онда барды толығымен қабылда. Ішкі қарсыласыңды таста. Өзін бақытсыз сезінуді, өз-өзіне аяушылық танытуды ұнататын жалған мен иенді өмір сүре алмайды. Міне осы берілу. Берілу әлсіздік емес. Міне Экхарт Толенің қазірдің күші кітабынан қысқаша түйін. Бірінші түйін. Сен өз ойың емесің. Ойларыңды бақыла. Екінші түйін. Қазіргі сәт, бізде бар жалғыз уақыт. Сол сәтте өмір сүр. Үшінші түйін. Қазірге беріл, барды қабылда. Болған нәрсеге неге қарсы шығасың? Керісінше, соны қабылдауға рұқсат бер. Бұл үш сабақ жаттығу арқылы тереңдей береді. Егер осы ойлар саған әсер етсе, осы кітапты оқып көр. Бұл нағыз рухани жауһар. Мен бұл бейнеде тек беткі қабатын ғана қозғадым. Бейне ұнаса, лайк басып, жазылуды ұмытпа. Төменде пікір қалдыр, егер екінші бөлімін қаласаң. Рахмет, және келесі жолы кездескенше.